Гүлмария ханым, бүгінгі курс бойынша өтіп жатқан қандай кісі келіп қатысып отыр, және сабақ барысы бойынша бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, ардақты біздің оқырмандар. Бізде бүгін жеке курс алған Бегім мырзамен кішкене былайша айтқанда жақсы жаңалығымыз бар. Өйткені осы жаңа ғана Бегім мырзаның сабақ барысында бір заказ қабылдадық. Сол заказ бойынша сіздерге айтып кішкене бір тоқтап өтсек дейміз. Бегім мырза, сіз осы өтіп жатқан сабағыңыз нешінші сабақ? Бұнда келген 4-ші сабақ. 4-ші сабақ. Иә, осы Гүлмария ханымға келдік. Менің ұстазым болды. Жақсы, түсіндіріп, үйретіп. Қалған уақытта келемін, мына уақытта келемін десем, келіңіз дейді. Азан болсын, тәубет болсын, қалған уақытта. Жақсы сабақ. Біз сізбен 4 сабақ бойы жүргізген сабағымызда, былайша айтқанда, барлық Қазақстан бойынша жұмыс істеуге мүмкіншілік бар ма? Иә, әрине ол. Сізге, кешіріңіз, сөзіңіз бөліп жүрмін, сізге заказдар көбінесе қай қалалардан келіп түседі? Маған қазіргі өзіміздің осы орталық Қазақстан, оңтүстік жақтан Қызылорда жақ. Тағы жақ. Астана осы жер, Астана. Бүгінгі қабылдаған заказымызды бір көрсетіп өтсек, және сізге осы 4 сабақ бойы келіп түскен заказдарды барлығын бір көрсетіп жүрсеңіз. 4 сабақтан түскен қанша бар? Оның ішінде табысы барлар бар, ұзақтығы? Үшеу. 10 заказда түскен. Бұл жерде көбісі атқыланған. Маржа сазбаған соң қайтарды. Қазір мұны аккумулятор. Осы Астана қаласында. Бізде маржасы есеп жүргенде 9-10 мың теңге болады. 9-10 мың теңге. 9-10 мың теңге болады. Солар енді әлі қабылдаған ба? Көп айтып жүрдім. Просто доғы келген жоқ, оның өзінде де оларда да ол бір таза табыс. Түсінікті. Бегім мырза, жалпы бізде осы оқу барысында тек қана осы заказ қабылдап, заказды отклонить етумен ғана шектелмейсіз. Сізге сопровождение бір жыл бойы болатын болады. Мысалы, заказ қабылдағаннан бастап жіберілетін жаңағы бухгалтерлік документтер, накладной, электронный счет, фактура, ИП жабу, соның барлығын бірге жүріп өтетін боламыз. Сіздің сұрағыңыз қалмайынша, өйткені бұл сізде жеке курс. Сіз өзіңіз қазіргі таңда кез келген уақытта келіп, солай кез келген уақытта хабарласып, солай істеп жүрсіз. Дәл осылай біз сізбен сұрағыңыз қалмайынша курсты жалғастыратын боламыз. Құрметті ардақты оқырмандар, бізде оқыту орталығында мен өзім лектор болып жұмыс істеп жүргеннен кейін мен осы былайша айтқанда оқып жүрген біздің студенттеріміз, оқушыларымызды результатқа жеткізіп қоймай біз сабақты тоқтатпаймыз. Сондықтан мен өзім лектор ретінде өзім осы Омаркетті жүріп өткендіктен, Омаркет Қазақстан порталында өзім былайша айтқанда портал оқып, осы оқыту орталығына келгендіктен бұл жерде міндетті түрде сіздер результатқа жететін боласыздар. Бұл жерде тек қана бір айтып өтетін жағдай, біз қандай системамен жүріп өтіңіздер дейміз. Яғни бізде сабаққа келген кезде өзінің бір қойылатын талаптары болады. Сол талаптармен жүріп өтсеңіздер, сіздерде міндетті түрде результат болады.